Ислам – бұл тек діни ережелер ғана емес. Ислам – бұл өмір сүру үлгісі. Оның әр саласына нұсқаулық түсірілген. Бұнда аса мейірімді Алланың өзінің құлдарына деген мейірімі мен махаббаты бар. Адам өміріндегі барлық аспектілер исламда назардан тыс қалмаған. Пайғамбарымыздың сахабалары, пайғамбар бізді барлығын үйретті, тіпті табиғаттың шақыруына жауап беру ережелерін үйретті деген. Адам өмірінің ажырамас бір бөлігі ұйқыға тоқталсақ. Ұйқы Алла тағаланың сыйы, демалыс пен тыныштық, күшті қалыпқа келтіру мүмкіндігі. Ұйықтар алдында амалдар. Мүмкіндік болса ұйықтар алдында жуыну керек. Жамылатын көрпені 3 рет қағып, сілкіп жіберу қажет. Себебі онда түрлі қиқым, лас нәрселер болуы мүмкін. Оң жақ бүйіріне бұрылып, қолын басына жастап жату керек. Алла елшісі оған дұғаны оқу. О Аллам, сенің атыңмен ұйқыға жаттым және сенің қалауыңмен оянамын. Егер менің жанымды алсаң, онда оған рақымшылық жаса. Ал егер жіберсең, онда оны қорға. Сондай-ақ аятул курси, әл-Иқлас, әл-Кафирун, әл-Фалақ, ән-Нас сүрелерін 3 реттен оқыған абзал. Содан кейін алақанға түкіріп, бүкіл денеден жүргізіп өту қажет. Пайғамбар таңғы намаздан кейін және күн батар алдындағы намаздан бұрын ұйықтағанды жақтырмайтын. Себебі бұл уақытта Алланың ризығы жіберіледі. Оянғаннан кейін бетті қолымен жуып, Алланы еске алып дұға оқу қажет. Аллаға шүкір, ұйықтағаннан кейін тірілткен Аллаға шүкір және оған қайтамыз. Әбу Хурайра, Алла елшісінің, әркім ұйықтаған кезде шайтан оның желкесінде 3 түйін байлап тастайды. Егер адам оянып Алланы есіне алса, 1 түйін шешіледі. Адам жуынғанда 2-ші түйін шешіледі. Егер адам дұға жасаса, 3-ші түйін шешіледі дегенін жеткізген. Сонда адам сол таңға риза болып тұрады.